Ассалаумалейкум, телеканалымыздың қадірлі телетамашабайлар, мұқаддес аял көрсетуінің жаңа санын тамашалап басадыңыз. Көрсетуіміздің бүгінгі санын алу үшін біз қауындеріміз болған нүкс гүлдер канан айнысында өзгеше сұлу гүлдерді алып, бүгінгі қаһарманымыз болған Балжан апаның шаңырағына келгенбіз. Біргелікте кіріп барамыз, көрсетуімізді бастаймыз. Сіз болса телеэкран алдынан саласыз. Хабарландырып қойғанбыз, біраз ыңғайда болса. Ассалаумалейкум. Балжан апаның шаңырағына келдік пе? Иә. Онда біргелікте Балжан апаның шаңырағына кіріп барамыз. Біз Жастар ТВ телеканалынан алдында хабарландырған едік, мұқаддес аялы көрсетуінеміз. Рахмет. Қазір асханада екен, демек біргелікте кіріп барамыз. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, апа, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы. Бұл гүлдер сізге ассалаумалейкум. Осы гүлдерде ашылып, жайнап жасап жүре бергейсіз. Көрсетуіміздің бүгінгі қаһарманы етіп сізді сайламақшымыз. Көрсетуімізді бастауға дайынсыз ба? Дайын. Олай болса біргелікте бастаймыз. Сіз телекран алдынан ұзақласпай. Мұқаддес аял көрсетуінің бүгінгі санын алу үшін біз Жақсынбаева Балжан апаның шаңырағына келгенбіз. Бұл шаңыраққа кіріп келуден бір-біріне деген hürmet ізеті. Бізді күліп қарсы алуын көріп, көзіміз қуанды. Қаһарманымыздың өмірлік жолдасы Пірімбетов Абыллаға да қитақ жеріне мехірменен өсіріп қойған гүлдерін апамызға келіп hürmетін білдірді. Балжан апа менен сөйбетімізді болса, балалық жылларын есеуден басладық. Нүкс қаласында 1954 жылы Нүкс қаласында туылдым. Әкем рабочий болды, анам емші болды. 4-ші перзентпін. Мен 1971 жылы Күнқожа атындағы мектепті бітірдім. 10 жылдық еді ол кезде. Одан кейін медицина училищесіне кірдім. Ол кезде медшкол дейтін еді. Соны 73 жылы біткеріп, Нүкістегі 13-ші аптекке кірдім. Сол жерде істеп жүргенімде мына апқом дейтін ек, совет министр, сол жерге мен совет министрге аптекші қылып жібердік. Кішкентай аптек аштым. Пенсияма дейін сол жерде жұмыс істедім. Өмірлік жолдасым бухгалтер болып істеген. Шаңырақта үлкен перзент. Қайненем ертерек дүниядан өтті. Перзентімізді 6 айлығынан бақшаға беріп, жұмыста болатұғын едік. Әзір шүкір деймен. Үлкен перзентіміз ярым асыр жасын қарсы алу алдында. 2 қыз, 1 ұлым, олардан 7 ақлық, 3 шаулығым бар. Солардың барына шүкір деймен. Өмірлік жолдасы менен ақлық шаулықлардың бауырында ойнап, күліп, жасап атырмыз дейді, қаһарманымыз сөзін дауымлап. Ағаң 5 туысқаны бар, ол бухгалтер болып істеді. Нүкісте трикотажный фабрика деген болды, сол жерде бухгалтер болып істеді. Енді жас үлкендер таныстырды біздерді. Содан айту қошалық болып кетеді. Бұл шаңыраққа нешінші келін болып түстіңіз? 1-ші келін болып түстік. Ең үлкен баласы. Енеміз ерте қайтыс болып қалды. Өздеріміз енді күндерімізді көрді, қиын болды. Үлкен қызымызды 6 айлығында детсадқа бердік. Жұмысқа да келдік. Ол кезде кішкентайынан ана беретін еді балдарды. Түсте барып емізіп кететін еді. Әзір соғысымыз 50-ге шығайын деп тұр алды. Бәрінде жеңім енді айтып осындай дәрежеге жетіп отырмыз. 2 қыз, 1 балам бар. Үшеуде жоғары мағлұматлы, оқыттық. Әрқайсысы айтып бір жерде істеп жатыр. Бәрі баланы шағаны. Неше ақлығыңыз бар? 7 ақтығым бар, 3 шаулығым бар. Көзсіңіз, бізі көбей берсін. Құдағайларымнан жақсы, бәріменен туысқандай болып қатынасып отырмыз. Енеміз қайтыс болып қалды, барлық зат өздерімізге қалды. Әйтеуір бәрінде жеңіп өттік. Ол кездері ұн табылмайтын еді біздердің жас кезімізде. Дүкандарда ұн іздеп жүретін еді. Күріштің ұнын алып, нан істеген кездеріміз болды. Барлық затты көрдік енді. Шаңырақта ер адамның да, аял адамның да өздерінің атқаратұғын вазипасы бар. Әрбір инсан өз орнын, вазипасын білсе, шаңырақ беккен болары сөзсіз. Жұмысы болсын,
кәнеке оқыған болсын барлық адам оқи бермейді. Қара работшы болсаң нан табасың, жасауға болады. Шыдамдылық керек. Шыдайсың, сабырлылық керек. Балдарыңменен жетісесің. Балдарымызбенен жетісіп отырмыз, шүкір. Қазір тым қиын заман емес қой. Істесең, тістейсің дегендей. Әр қожалықта әр адамның істейтін жұмысы бар. Соған әрбір адам істеу керек. Атқаратын вазипасы бар. Соны бәрі жүгіріп істеп тұрса, ол үйде жұмыс табылмайды. Әзір бір тошкіні бастан кір жуылады, бір тошкіні бастан ыссы су, мұздай су ағады. Келін сол шаңыраққа көлігемен дегенше, өмірлік жолдасыменен қоса, қайненесі де оған үй жұмысларында жәрдемлесіп, қоллап қуатлауы керек. Шаңырақтың беккен болуында қайнененің рөлі айрықша деп, қаһарманымыз шаңырақ хақындағы пікірлерін давам етті. Барлық зат ененің мойнындағы, еркек даланың адамы. Ол сен жеткеріп атсың ба, пісіріп атсың ба, білмейді олар. Бәрін соны азмаз айтып, мынандай әкеп атырмыз, мынау жетпей атыр деп, еркекті де хабардар қылу керек. Ақшаны әкеледі, кете береді олар. Оларым азмаз тыңдап, әкет көтер алмаймыз ғой, мысалы, бір қалда ұналуымыз керек. Соларды да әкелісіп, үйде үлесін қосу керек еркегім. Көмектесеміз, барлық затқа. Пияз турап береміз, картошкасын турап береміз. Ол оқушы болды менің келінім. Оқуға кеткенде тамағын пісіріп қоятын ек. Келгеннен кейін көмектесеміз. Мынаны сен айтып жібер, мынаны енді ананы істеп жібер. Балдарын алып отырамыз, істей бер бар, мен бағып отыра берейін деп. Жаңа өзіңім көрдім ғой кіріп келгенде. Сондай. Жасаға демек, шаңырақ болып кету үшін бәрібір жәрдемлесуі керек. Керек. Бәрі де түй, біреу баласын бағу керек. Су таситын болса, суын тасып қою керек. Төгу керек болса, төгіп, бәрі көмектесу керек. Манты бүгетін болса, бүгісу керек. Пирожки пісіресің. Көмектессең тез піседі, барлығы тез жей қояды. Барлығы сол, ол кемпір екенмін, тағы бірден екенмін, ене екенмін деп отыра алмайсың. Бәрін көмектесе бересің. Ауырып тұрса жата бала қой, дәрі ішіп ала қой. Сонда бекем қожалық семья бекем болады. Бұл анау істесін, мынау істесін деген болмайды. Екі қыз бір ұлды камалға келтірген Балжан апамыздан перзент тәрбиясында нелерге ітібар беру керектігі хақында сұрадық. Қызды да, баланы да жақсылап қарап бақпасаң, мына заманда қиын. Телефоннан аутист деген ауру пайда болып жатыр. Мысалы, ана атын айта бер, біреулер естіпейді. Телефонға беріліп кеткен. Мен ұстатпаймын, жарым сағат көр деймін. Сөйтіп барлық телефонды жинап алып, құшақтап отырам. Кітап оқы, сабақ оқы деп. Демек, шаңырақта перзентті бәрбірін қадағалап тұру керек. Қадағалау керек. Мына бұл аңсат заман дегенменен телефондар шықты, планшет шықты. Ана телевизордан әр түрлі киноларды береді. Не көріп жатыр, бәріне ітібар беруіміз керек. Құр ол әкесі менен келін оған үлгер алмайды. Ертең жұмысқа шығып кететін біздің келін. Бәрібір мен қарап қалам. Әкесі азанда кетіп кеште келеді. Бәрібір кемпір қарысы бар, үйдің пәрісі бар деп. Сол кемпір қары бар жерде балдар тәртіпті де болып өседі. Бәрібір біздердің ітібарымызда бұлардың қаласы болғанменен. Сөйлегенде дүр шашылар тіліңнен, иман нұры тасып тұрар жүзіңнен. Мехірдің бұлағын көрдім көзіңнен, мехір мұхаббаттан жаралған аял. Бәрде ашылған қырмызы гүлдей, жүректерге қозғау саласыз білмей, жүрмеуге болама сіздерді сүймей, жұпар хош ейсің таралған хаял. Гөзаллықты нәзік гүлден алғандай, ғарибың назыңа бейхұш болғандай, сенсіз мынау тіршілік жалғандай, өмірдің мазмұны саналған хаял. Шайыр жоқ тарипың салмаған хатқа, шағзады жоқ сен деп мінбеген атқа. Айда 14-нен туылған уақта, әуес етіп саған тамсанған хаял. Жұмыста қалмайсан қошшақ жігіттен, маралдай болсаң да шөлде үріккен.
Қырық жанлы неден екен бірікпең, мейнетте беллері қыналған хаял. Макария сұлудың сырласары сен, Тумаристің тәнха мұңласары сен, Батыр Гүлайымның ізбасары сен, Мәрді майданларда сыналған хаял. Еркектің жаралдың қабырғасынан, сүйіклі, опадар, сәуер ярысаң. Ерің пірің ұғып көз қарасынан, жанына жалғау боп жаралған хаял. Жәмиетте тұтқан орның салмақлы, перзентіне һәм анасаң ардақлы. Ділуар, оқымыслы, көзі қарақлы, заманға сай қадем таслаған хаял. Бақыт дегенде әркім әр түрлі түсінікке ие. Бүгінгі қаһарманымыз хаял бақты дегенде нені түсінеді? Біргелікте сұрауымызға жауап аламыз. Аял бақты дегенде балдарым, қыздарым, ақтықтарым, шаулықтарым бар деп отырмын. Солар ауырмаса, бәрі оқулар, әртүрлі кружокларға қатынаса, солар кеште мені қуантып келсе, сол балам, қыздарым, ақтықтарым, келінім ауырмаса, сол маған үлкен бақыт. Ол дүния, ол машин, ол алтын қолдың кірі, ақша да. Бүгін бар, ертең жоқ болып кетеді ол. Аналардың денсаулығы, сол үлкен бақыт маған. Солар ауырмаса, мен тыныш ұйықтаймын. Бақытлысыз ба қазіргі күнде? Бақытлымын. Шүкірмін, Аллаға шүкірлігім көп, бақыттымын. Sen desem oyuma kelmeydi nele, şirin sözlerimden arnağım keler. Dünyada ulu insan kim dese yeger, aytarım özün sen mukaddes hayat. Dünyanı terbeter ana savlatı, kalbinde bir ömür boya kaladı. İpak banın ağız sensin ağlatı, akıldan közü sen mukaddes hayat. İpak banın ağız sensin ağlatı, akıldan közü sen, akıldan közü sen, mukaddes hayat. Perzettin jolunda kuyup janasan, sen mağan adevli aziz anasan. Meyirman bağrıken mukaddes hayat. Muqaddas hayal көрсетуінің және бір саны айны ұсынымында өз жұмағына жетіп бармақта. Фармацевтика тарауында көптеген жылдар қызмет еткен Балжан апаның шаңырағында бүгін мейманда болдық. Өмір һәм өнер жолдары хақында мағлұматтар алуға ие болдық. Сонымен қоса жастарға керек болған мәслихаттарды да алдық. Айны осындай жас үлкен апаларымыз хақында біз сөз етуден шаршамаймыз. Сіз болса Жастар телеканалынан ұзақласпай. Қош сау, саламат болыңыз.